156. Қорқыныш бар, бірақ оны жеңуге болады. Үрейлену деген ұғым бар, сондай-ақ шамалы және қатты қорқу сезімі бар. Қорқынышты жалпы мәжбүр ету жолымен жеңуге болады. Қорқынышты біріншіден ішкі мәжбүр ету жолымен, яғни адамның психологиясына әсер ету жолымен, екіншіден сыртқы мәжбүр ету жолымен, яғни қоғамдық ықпал ету жолымен жеңуге болады. 157. Жаудан қашып емес, қорғанып және шабуылға шығып қана құтыла аласың. Өмір сүруге деген үміт оты жүрегіңде жаудады, әрбір сарбазда, пендеде ол да өмір сүргісі келеді. Өмір сүруге деген тілек өзін өзі сақтау инстинктін қалыптастырады. Сарбаз қорғанады және шабуылға шығады. Өзін өзі сақтау инстинктінің екі жағы бар. Біріншісі, адам өзін өзі сақтап қалу үшін қашады. Екіншісі, адам осындай мақсатпен шабуыл жасап қорғанады. Мен адамның бойындағы осы екінші жақты дамыту керек деп санаймын, өйткені ол қорғануға шабуыл жасауға итермелейді. 158. Береке бірліктің, нысаналы мақсаттың, ұйымшылдықтың жоқтығы, төменгі психологиялық ниет мүддені итермелеу мен апатты түрде жиналу, айқын біртұтас мақсаттың болмауы біздің санамызға ұйымшылдықтан символ ретінде орныққан тобыр деген ұғымның мән мағынасын береді. 159. Басқарудың, яғни ұйымшылдықтан, тәртіптен, демек бірлескен қимыл әрекеттің бірлігі мен жоспарлығынан айырылып қалу кез келген адамдардың ұйымдасқан тобын тобырға айналдырады. Адам ақыл, ерлік күшімен айырылады да адамдардың үлкен бір тобы оп-оңай сан жағынан әлдеқайда аз ұйымдасқан топтың жемтігіне айналады. Алғашқы соққыдан-ақ қарсылық көрсету қабілетінен айырылған тобыр шілдің қиындай шашырап быт-шыт шығады. 160. Тобыр әдетке еркінен айырылып қалады да дауға салып көшбасшы әмірін орындап соңынан тартып отырады. Көшбасшының қолында тобырдың ақыл-ойын, тобырдың ерік-жігерін, тобырдың сезімін жұмылдыратын, ортақ іске шоғырландыратын күш бар. Мұның өзі қарсылықсыз мойынсұнуға, бағындыруға мүмкіндік береді. Көшбасшы тобырдың ақыл-ойын және еркін уысынан шығармай билейтін орталық іспеттес. Ұрыста көшбасшының сөздің емес, іс-қимылдың, адамның өзінің іс-қимылдарымен адам еркін өзіне бағындыра алады.